Сәлеметсіздер ме балалар? Әліппе сабағымызды бастаймыз. Бүгін балалар біз С әрпінен басталатын сөздерді оқимыз, олардан сөйлем құраймыз және заттарды салыстырып үйренеміз. Балалар, С әрпінің жазылуы, балалар білесіңдер, жартылай шеңбер. Бас әрпі, кіші әрпі. Бас әрпі, кіші әрпі. С дыбысы дауыссыз дыбыс. Енді балалар, мына бір суретке қарайықшы. Мынау киім қандай? Бұл лас. С әрпі сөздің соңында. Енді балалар, ал мына киім қандай? Лас па? Жоқ, таза. Енді таза деген сөзге дыбыстық талдау жасайық. Т бізде дауыссыз дыбыс. Та, а бізде дауысты дыбыс. Таза, з дауыссыз дыбыс. А дауысты дыбыс. Енді балалар, таза деген сөзде неше дыбыс бар екен? 4 дыбыс. Неше әріп? 4 әріп бар. Екеуі дауысты. Неше буын бар? 2 буын. Таза. Балалар, енді қарайықпыз. Бірінші бізде киіміз лас. Екінші таза. Енді мына бір 2 ағашты салыстырайық. Бірінші ағашымыз қандай? Биік пе, әлде аласа ма? Аласа. Сөзді бірге оқиық. Аласа. С сөздің ортасында кездеседі. Енді балалар, ал екінші ағашымыз қандай? Биік. Қайталаймыз. Биік. Биік деген сөзге дыбыстық талдау жасаймыз. Б. Б бізде дауыссыз, көк түспен бояймын. И. Биік. Бұл жерде балалар, би, и дыбысы, дауысты и дыбысы кездесіп тұр. Би, үк, дауысты дыбыс. К. К бізде дауыссыз дыбыс. Енді балалар, кәне буынға бөліп көрейікші. Биік деген сөзді. Биік. Қанша буын бар? 2. Өте жақсы. Енді балалар, келесі тапсырмамызға қараймыз. Бұл жерде сөйлемдегі сөздердің орны ауысып кетіпті. Сендер соны орнына қойып, сөйлем құрастырып жазуларын керек. Мен сендерге бұл тапсырманы орындауға көмектесемін. Бірінші балалар, қарайықшы. Сызбамызға қарасақ, 2 сөзден тұратын бізде хабарлы сөйлем жазуымыз керек. Нан, ас. Балалар, қалай жазылады? Бұл жерде қандай қателік бар? Яғни, бірінші сөз бас әріппен жазылады. Жазайық. Нан, ас. Бірінші әріп бас әріппен жазылады. Нан. Ортасына сызықша қойылады. Ас. Соңында нүкте қойдық. Қараңдаршы, біздің сызбамызға сәйкес келді ме? Иә. Енді келесі сөз. Анау, асу. Иә, балалар, бұл жерде де анау сөзіндегі а әрпі бас әріппен жазылады. Анау, сызықша, асу. Нүкте қоямыз. Өте жақсы. Келесі сызбамызға қараймыз. Бізде 2 сөзден тұратын сөз. Суар, алан. Қалай айтамыз, балалар? Бұл сөйлем дұрыс па? Жоқ, бірінші алан сөзі жазылу керек. Алан, суар. Ал жазайық. Балалар, алан бұл жердегі адамның аты. Адамның аты әрқашанда бас әріппен жазылады. Алан, суар. Үтір қоямыз ортасына. Нүкте соңында қойылады. Енді біздің сөйлемімізді сызбаға қарап тексереміз. Дұрыс па? Жақсы. Келесі 3 сөзден тұратын сөйлем. Су, сара, ал. Қандай сөйлем құраймыз, балалар? Сара, су,
ал. Жазамыз. Сара. Сара деген адамның аты. Үтір қоямыз. Су ал. Нүкте. 3 сөзден балалар біз сөйлем құрадық па? Иә, сызбамызға сәйкес келді ме? Иә, жарайсыңдар балалар. Сендер енді сөздерден сөйлем құрауды да үйрендіңдер. Бүгінгі біздің сабағымыз өте қызықты болды деп ойлаймын. Енді сендерге тапсырма. Мен қазір сендерге жаңылтпаш айтамын. Сендер сол жаңылтпашты жаттап, қайталап айтып көріңдер. Сылдырмақ сылдырлайды, сәби былдырлайды. Сылдырмақ сылдырлағанда, сәби былдырлай ма? Сылдырмақты сындырмай ма? Қайталаймын. Сылдырмақ сылдырлайды, сәби былдырлайды. Сылдырмақ сылдырлағанда, сәби былдырлай ма? Сылдырмақты сындырмай ма? Жақсы, жарайсыңдар. Бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.